Солай, бауырластар, біз елшілердің істері кітабын жалғастырып жатырмыз. 4-ші тарау. Бүгін қарастыратын мәтініміз ол 13-ші аяттан 22-ші аятқа дейін. Бұл кітаптың авторы Луқа, ол елші Паулмен бірге болған, серіктес болған. Жаңағы елші Паул 60-62 жылдары Римде үй қамағында, яғни немесе түрмеде отқан кезінде, содан кейін жазылған, 60-шы жылдардың ортасында. Оның мақсаты жаңағы Иса Мәсіх егер ізгі хабарда немесе Інжілде қалай жерге келіп қызмет еткенін көрсетсе, бұл елшілердің істерінде, ол көкке көтеріліп кеткен кезде шәкірттер арқылы өз ісін ары қарай қалай жалғастырғандығын көрсетеді. Сөйтіп біз енді 4-ші тарау 13-ші аяттан 22-ші аятқа шейін қарастырамыз. Келіңіздер бірге соны оқиық, содан кейін егжей-тегжей қарастырамыз, Бірге оқиық. Айтады: кеңес мүшелері Петр мен Жоханның батылдығын көріп, олардың арнайы діни даярлықтан өтпеген қарапайым адамдар екенін байқағанда таң қалды. Сондай-ақ олар екеуінің Исаның шәкірті болғанын білді. Алайда қастарында тұрған сауыққан кісіні көріп, қарсы ештеңе айта алмады. Оларға жоғарғы кеңестен шығыңдар деп бұйырды да, өзара ақылдасып, мына кісілерге не істесек екен? Олар арқылы бір кереметтің жасалғаны анық. Бұл Иерусалимде тұрып жатқандардың бәріне белгілі, онымен таласа алмаймыз. Дегенмен бұл іс халыққа одан бетер тарап кетпес үшін, бұдан былай сол есімді атап ешкімге сөйлемеңдер, олай етпеген күнде жазаға тартамыз деп қатаң тыйым салайық десті. Әлгілерді шақырып алып, оларға Исаның атымен ешқандай уағыз айтпаңдар да, тәлім бермеңдер де деп тыйым салды. Бірақ Петр және Жохан оларға: Құдайды емес, сіздерді тыңдау оның алдында жөн болар ма екен? Оны өздеріңіз ойлап көріңіздерші. Ал біз көріп естігендеріміз туралы үнсіз қалмаймыз деп жауап берді. Жоғарғы кеңес болған оқиғаға бола Құдайды дәріптеп жүрген халықты ескеріп, екі елшіні жазалаудың ретін таппай, оларды қорқыта түсіп жөндеріне жіберді. Себебі көп жылғы ауруынан сауығып кереметті басынан кешірген кісінің жасы 40-тан асып кеткен еді дейді. Амин. Осы бүгінгі мәтінден көретініміз, жаңа елшілердің батыл куәлігін. Сол ошақта біз батыл куәліктің 3 сипатын, 3 көрінісін көреміз. Ол қандай екендігін, сол. Жаңағы бірінші сипаты ол жаңағы батыл куәлік. Әсіресе осы киелі кітапқа негізделген, жаңа өсиетке негізделген куәлік, айқын өзгерген өмірмен сипатталады. Соны қарайтын болсақ, 13-ші аятта соны айтады. 13-ші, 14-ші аяттарда. Жаңағы кеңес мүшелері дейді, Петр мен Жоханның батылдығын көріп, олардың арнайы діни даярлықтан өтпеген қарапайым адамдар екенін байқағанда таң қалды. Сондай-ақ олар екеуінің Исаның шәкірті болғанын білді дейді. Мына жақта қарасақ, кеңес мүшелері, жаңағы немесе жоғарғы кеңес деп атайды. Бұлар ішінде бас діни қызметкерлер, содан кейін неше түрлі басқа да діни топтар болатын, ішінде садукейлер, паршылдар, сондай ілімді ұстанатын адамдардан тұратын болған. Сол. Олардың қолында
жаңағы шектеулі билік болды. Олар Рим империясының қол астында болғандықтан адамды өлім жазасына кесе алмады. Бірақ бұлардың қолында ерекше билік болды, иә. Сол Исаны кезінде соттаған кісілер осылар болатын. Жаңағы өздері оны өлтіре алмады, бірақ сол Рим империясының өкілдері арқылы Исаны өлтірткен негізгі Исаға қарсы шығушылар осы болды, иә. Солай. Иса тірі кезінде айтып кеткен етін адамдар осы жаңағы Исаға қарсы қалай шықса, дәл солай шәкірттеріне де қарсы шығатындығын және шәкірттері де сол азап шегетіндігін, қудаланатындығын айтып кеткен. Сол. Осы кеңес мүшелері жаңағы Петр мен Жоханды былайша айтқанда соттап жатыр, иә. Сол тергеп жатыр. Мынау оларды не үшін тергеп жатыр дейтін болсақ, 3-ші тараудың алғашқы 10 аятында туғанынан сал болған кісі жаңағы бүгінгі мәтінде жаңағы 22-ші аятта айтады, ол кісінің жасы 40-қа келген болған. Ол соғып кетті. Сондықтан ешқандай бір қарсы шығатындай сөз таппады. Енді сол жақсы істі үшін оларды тергеп жатыр. Ал естеріңізде болса, оған дейін жаңағы Петр қорқақтанып жүрді. Егер біз Луқа 22-ші тарауды қарасақ, о жақта Петр жасырынып тығылып жүргенін көреміз, Исаны тұтқындаған кезде. Айтады 22:54-тен оқысақ, олар Исаны тұтқынға алып, бас діни қызметкердің сарайына апарды. Петр соларды алыстан ілесіп отырды. Сақшылар сарайындағы ішкі ауланың ортасына от жағып, айналдыра жайғасқанда, Петр де араларына барып отырды. Бір қызметші қыз оның оттың жарығында отырғанын көрді. Оған қадала қарап, мынау да онымен бірге жүретін деді. Ал Петр қызға, жоқ, оны білмеймін деп мойындамады дейді. Біраздан кейін тағы біреу оны көріп, сен де солардың біреусің деді. Бірақ Петр оған, жоқ, олай емеспін деп жауап қатты. Бір сағаттай уақыт өткен соң тағы бір адам, шынымен де оның қасында жүретін өзі Галилеялық қой деп нықтап айтты. Алайда Петр сол кісіге не деп тұрғаныңды білмеймін деп жауап қайтарды. Ол осыны айтып тұрған сәтте-ақ әтеш шақырды. Сонда иеміз бұрылып Петрге қарады. Петрдің есіне иеміздің осы түні ақ әтеш шақырғанша сен менен 3 рет танасың деген сөзі түсті дейді. Содан Петр сыртқа шығып қатты жылады. Бұл Исаны тұтқындаған кез. Бірақ Иса қайта тірілген кезде, естеріңізде болса, шәкірттері 2-3 жағдайда бірге жиналып, жасырынып, жаңағы есіктерін қамап отқан етін, тығылып. Сол кезде Иса араларына келіп, өзінің қайтадан тірілгенін көрсетіп отты. Сол. Ал енді бұлар елшілердің істері 1-ші тарау 8-ші аятта Исаның уәде еткені бар, келі рух сендерге қонғанда құдіретті қабылдайсыңдар, маған Иерусалимде, Яхудея мен Самария және жердің шетіне шейін куәгер боласыңдар деді. Сол. Осы жақтағы сол куәліктің жүзеге асып жатқандығын біз байқап жатырмыз. Қарасақ, жаңа бірінші ой айтып жатырмыз ғой, мына жақта біз жаңа өсиеттік куәлік, ол қандай батыл куәлік, ол оның сипаты қандай дейсек, айқын өзгерген өмір, сондай сипаттамасы бар. Осы 13-ші аятта байқайтынымыз, оған дейінгі қорқақ кісілердің мына жақта батылдығын көріп жатырмыз. Айтады, Петр мен Жоханның батылдығын көріп, не істеді олар? Таң қалды. Сол. Келесі қарайтын нәрсеміз осы өзгерген өмірінде, олардың қандай адам екенін қараймыз.
олардың арнайы діни даярлықтан өтпеген қарапайым адамдар екенін байқағанда таң қалды дейді. Сол осы жақтағы екі сөз қолданылған, жаңағы біреусі сол оқымаған кісі екендігін, екіншісі қарапайым екендігін айтып жатыр. Сол мынау қарапайым деген сөздің артында тұрған түпнұсқасындағы сөз, содан орысшада идиот деген сөз шығады. Идиот деген сөз естіген болсаңыздар, мазақтау ретінде, жаман сөз ретінде айтылады. Ол қарапайым дегенді білдіреді. Ол кезде мүмкін ондай бір боғауыз сөз, мазақтау сөзі емес, бірақ қарапайым дегенді білдірген. Яғни бұлардың шығу тегі қаяқта? Шығу тегі Иерусалим емес, Яхудея емес, бірақ Галилея. И бұлар жаңағындай балықшы болған, сол себептен әдетте адамдар сол кездегі адамдар қандай жұмыс істеді десе, әке-шешесі не істесе, соны істейтін. Сол себепті, мысалы, Исаның әкесі ағаш ұстасы болғандықтан, ол да ағаш ұсталығымен айналысты, сондай ұста болды. Тек қана ағаш емес, бірақ сондай ұсталықпен айналысты. Олар басқа оқуға мүмкіншілігі жоқ, өйткені жас кезінен тамақ табу керек, и бір шеберлік, қолөнер үйрену керек. Сол арқылы өзін қамтамасыз етеді, кейін үйленсе, жанұясын қамтамасыз етеді. Бұлар ал сен қосымша барып, жаңағы синагогаға немесе мәжілісханаға барып оқу үшін не керек? Сол бос уақытың керек. Жаңағы әке-шешеңмен барып балық ұстап ақша табудың орнына бос уақыт керек. Тағы сол бос уақыт үшін төленетін не керек? Ақша керек, Сол себептен бұлардың ондай діни даярлықтан өтуге мүмкіншіліктері болған жоқ. Сондай қарапайым адамдар болғандығын жаңағы кеңес мүшелері көрді. Сол. Бірақ, қарайтын болсақ, осы 13-ші аятта айтады, сондай-ақ олар екеуінің Исаның шәкірті болғанын білді дейді. Сол кезде олар жаңағы Исамен бірге болғандықтан, жаңағындай, бұлар балықшы болса, балықшының үстіне ненің иісі шығады, балықтың иісі шығады дегендей. Ал бірақ бұлар Исаның қасында болғандықтан, сол ауыспалы мағынада Исаның иісін сезгендей, олар сол Исаның шәкірттігінен өткендіктен, олардың айтқан сөздерінен және мүмкін мінездерінен Исамен бірге болғанын түсінді, Исаның шәкірті болғанын түсінді. Сол. Ал оған дейін олар өмірлері түбегейлі басқа болатын. Сол. Қорқақ болатын, жаңағы балықшы болған, ешқандай білімі болмаған. Мына жаққа қарайтын болсақ, келі рух келгеннен кейін өмірлеріндегі түбегейлі өзгеріс, батылдық бар, сол ресми түрдегі білімі болмаса да, оған қарамастан батылдықпен жаңағы осы жоғарғы кеңес мүшелері, бұл жоғарғы кеңес деп жатқанымыз бүкіл мемлекетке жауапты кісілердің кеңесі, бұл жай ғана аудандық сот емес, бірақ жоғарғы кеңес. Сол. Солардың алдында батылдықпен олар куәлік келтіріп жатыр Исаға. Бұлардың сол өмірі өзгергенін байқаймыз. Кейін ары қарай 14-ші аятты оқитын болсақ, айтады, алайда қастарында тұрған сауыққан кісіні көріп, қарсы ештеңе айта алмады дейді. Жаңағы жоғарғы кеңес адамдары. Мына жақта жаңағы сауыққан адам қастарында тұр, ол дәл кезінде Иса да неше рет керемет жасап, сауықтырды, көзі көрмейтін адамның көзін ашты, сал болған адамды тұрғызды. Сол. Дегенмен бұлар қабылдағысы келіп жатқан жоқ. Кейін ары қарай оқитын болсақ, бұндай кереметті қарапайым адам істей алмайтындығын түсініп, бұлар не айтқысы келеді? Осыларды тыңдайық, Құдай осылар арқылы жұмыс істеп жатыр ғой деп,
айтудың орнына оларға қарсы шығып жатыр. Осы қасарысқан жүректерін көреміз. Сол дегенмен мынандай кереметтің бар екенін көреміз. Сондықтан жаңағы біздің өмірімізде де осы елшілердің өмірінде болған өзгеріс болу керек. Жаңағы біз әсіресе қазіргі алғашқы сенушілер қазақтар көбіміз жоғарғы біліміміз болмауы мүмкін, бір жоғары мәртебелі жұмысымыз, лауазымымыз болмауы мүмкін. Алайда біз Иса Мәсіхпен бірге болғандықтан, адамдармен сөйлескен кезде өміріміз өзгергендіктен Исаның шәкірттері екенін түсіне білу керек. Жақсы мағынада, сол. Тағы бір нәрсені қарайтын болсақ, кейбір кезде адамдар айтады, ойлау мүмкін. Егер мен осы елшілер сияқты немесе Иса сияқты олар істеген кереметтерді қазір істей алсақ, сол кезде көптеген адамдар келетін еді, немесе менің туысқандарым келетін еді, әріптестерім, олардың көз алдында сол Исаның атынан керемет істесем, олар жаңағындай мат болып, жеңіліп айтатын еді, мен қателесіппін, сен айтқаның рас екен, Иса құтқарушы, Иса Құдай, сондықтан Исаға сенем деп сенер еді, деп ойлаймыз, кейбір кезде. Бірақ қарасақ, Исаның өзінің қызметі кезінде көп адам оған сенген жоқ. Діни қызметкерлер сенген жоқ. Содан кейін елшілердің қызметінде де бір мысал осы. Олар сол кереметті істеген кезде жаңағы жауапты кісілер сенген жоқ. Қайта олардың аузын жабуға тырысып жатыр. Тағы көне өсиеттен бір мысал, жаңағы Мұса да Мысырдан шығу кезінде Құдай ол арқылы көптеген кереметтер жасады. Кейін 10 рет 10 сот дейді, соны жасады. Соның өзінде мысырлықтар перғауында Құдайға тәубе етіп, өз күнәларына өкініп, Құдайдың соңынан ерген жоқ. Оларды шығуына жол берген жоқ. Солай. Сол себептен қарайтын болсақ, бұл керемет нәрселер барлық адамдарды көндірмейді. Сондықтан біз сол кереметтерді істей алмайтындығымызға көңіліміз қалмау керек. Алайда осы киелі кітапта жазылған нәрсені соған сеніп, соның негізінде біз Құдайдың сөзін ары қарай жариялаймыз. Сенетін адам, Құдайдың өзі құтқарғысы келетін адам құтқарылады. Оны құтқаратын біз емес, бірақ осы сіз бен біз сияқты қарапайым адамдардың осы Құдай сөзін, Иса туралы қуанышты хабарды жеткізу арқылы Құдай құтқарады. Сол. Жаңағы елшілердің 13-ші аяттағы олардың діни даярлығы болмады, немесе қарапайым адам екендігін байқады дейді. Бірақ Петрдің уағызында оның киелі кітапты өте жақсы білгендігін білеміз. Жаңағы елшілердің істері 3-ші тарау 22-ші аятты қарайтын болсақ, айтады: Мұса ата-бабаларымызға былай деген еді ғой: Құдай иелерің сендерге мен сияқты бір пайғамбарды бауырларыңның арасынан шығарады. Соның айтқандарының бәрін тыңдаңдар дейді. 23-те осы пайғамбардың айтқандарын тыңдамайтын әрбір адам халқының ішінен аластатылсын дейді. Сол кезде жаңағы Петр немесе Исаның шәкірттері Тауратты осы жақсы біліп жатқанын білеміз. Осы нәрсе бір жағынан таң қалдырады. Ол заңды қайталау 18-де 15-ті үзінді келтіріп айтып жатыр. Осы олар Исаның шәкірттері болғандықтан Құдайдың сөзіне назар аударып, Исамен қарым-қатынастың осы салдары, Құдай сөзін білу, Құдай сөзіне деген сүйіспеншілік, қарапайым адам болғанына қарамастан, сол киелі кітапқа деген сүйіспеншілік, киелі кітапты білу өмірлерінде көрінді. Сол сияқты біздің өмірімізде де, біздің куәлігімізде айқын өзгерген өмір болуы керек. Біздің куәлігіміз сол осы сипаттамамен сипатталуы керек.
сол. И осыны көрген кезде жаңағы адамдар таң қалды, иә. Діни қызметкерлер, басқа да жаңағы мемлекетті басқарып отқан адамдар. Сол. Кейін ары қарай жылжитын болсақ, мына жақта 15-ші аяттан 18-ші аятқа шейін осы куәліктің келесі сипаттамасын көреміз. Бұл жемісті немесе жеңісті табандылықпен сипатталады, иә. 15-ші аятта былай дейді: оларға жоғарғы кеңестен шығыңдар деп бұйырды да өзара ақылдасып, мына кісілерге не істесек екен? Олар арқылы бір кереметтің жасалғаны анық. Бұл Иерусалимде тұрып жатқандардың бәріне белгілі. Онымен таласа алмаймыз дейді. Жаңағы оларды мынау жоғарғы кеңестен шығарып жатқаны, өзара сөйлесейік деп жатқаны, оның ішінде жаңағы 70-тей адам бар. Осы кеңестің ішінде діни қызметкерлер, ақсақалдар, иә, және Таурат заңын білетін кісілер, Таурат заңын көшіретін кісілер, солар осы топты құрайтын, кеңесті құрайтын. Сол себепті олар мынау біреу кереметті жасап келсе, ол Құдайдан келген адам екендігін түсінулері керек еді, иә. Ол жай ғана бір көз бояушылық емес, андай өтіріктен адамдарды алдап, иә, андай қазірде 21-ші ғасырда да кейбір кісілер болады ғой, андай аяғын жасырып байлап алады да, қайыр садақа сұрап жүреді да. Кейін оларды жаңағындай мәжбүрлесе, жаңағы аяғы бар екен көрінеді. Сол сияқты біреуде аяғын жасырып, аяғым жоқ деп, сюрприз деп, андай сауғып кеттім деп аяғын көрсетіп жатса, бір жөн, иә. Ал бірақ мыналардың осы жоғарғы кеңес, қарапайым адамдар, иә, олардың барлығы мынау шәкірттердің істеген кереметін жоққа шығара алмайды. Жаңағы адамның өзі де бар, иә. Оны әке-шешесі біледі, басқа адамдарда біледі. Мынау 3-ші тараудан қайтадан оқысаңыздар болады, иә. Сол. Мынау елшілер осы сол кереметін Иерусалимдегі ғибадатхананың қасында істеді. И мына жақта айтып жатыр, иә. Жаңа 15-ші аятта өзара ақылдасты дейді. Сонда өзара ақылдасты дегені өзара тек қана ақылдасып қойған жоқ, бірақ бірнешеге бөлініп келіспей, жаңағындай дебат сияқты, иә. Не істейміз деп, қандай шешім қабылдаймыз деп сондай сөйлесті. Сол кезде олардың артындағы ниеті, иә, шындықты, ақиқатқа көз жеткізу емес, алайда олардың қолында сондай шектеулі болса да билік бар ғой, иә, діни, саяси билік бар, соны сақтап қалу. Өйткені мынау біреу керемет жасаса, және олар тек қана керемет жасап үндемей қалған жоқ, бірақ уағыздап жатыр, иә. И уағызына сай сол Исаны өлтірген сендерсіңдер деп мынау Жохан мен Петр оларды әшкерлеп жатыр. Сондықтан егер олардың айтқан сөзі рас болатын болса, көпшілік оған сенетін болса, мынау 70 адамның жағдайы қиын. Енді елестетіп көріңізші, осы жерде отқан кісілерге, сіздерге аттарыңызды атап айтатын болса, сіз жақында ғана, иә, біздің көптен күткен Мәсіх патшаны өлтірдіңдер деп, сіздің аттарыңызды атап, и сізді кінәлап жатса, сіз де ойланасыз ғой, тоқтаңдар, кішкене болмаса менің басым кетеді дегенде, иә. Сол, бұлар да соған қорқып жатыр. Шындыққа қол жеткізудің орнына билікті сақтап қалу, басты аман сақтап қалу, иә. Сол. И олар не істерін білмейді. Бір жағынан жоққа шығара алмайды олардың істеген кереметін,
бір жағынан мойындай алмайды. Мойындаса өздері кінәлі, иә, сол. Сондықтан екеуінің арасында осындай дилемма бар, иә, не істерін білмейді. Сол. Осы жақта 16 аятта айтады, иә, олар арқылы бір кереметтің жасалғаны анық дейді. Қазақшасында керемет деп аударылған, бірақ басқа аударма бұл белгі, иә. Осы белгі деп аударылады. Кейбір кезде осы керемет пен белгі деп екі сөз қатар жүреді. Ол осы елшілердің уағызын растаушы кереметтер болатын, иә. Мысалға қарайтын болсақ, 2-ші тарау 43-ші аят. Елдің бәрін үрей биледі дейді. Жаңағы 50-ші күні келрух келген кезде олар уағыздады, иә. Соның нәтижесінде үрей биледі, себебі елшілер арқылы Құдайдың құдіретін көрсеткен көптеген керемет істер болып жатты дейді. Осы Құдай елшілер арқылы кереметтер жасап жатты. Дәл сол нәрсе кейін бүгінгі мәтінде бар, кейін 5-ші тарау 12-ші аятта да, иә, бұл нәрсе тоқтамайды. Ал иеміз елшілер арқылы ел ішінде көп кереметтер құдіретін көрсетті. Сенушілердің барлығы ниеттес көңілмен ғибадатхананың Сүлеймен атындағы бағаналы ғимаратында жиналып жүрді. Осы жақта тіпті Исаның кезінде осы алғашқы шәкірттерінің қызмет еткен кезінде де көретініміз не? Кереметті істейтін негізгі адамдар ол Исаның алғашқы шәкірттері, елшілері, иә. Сол. Содан кейін жаңағы 14-ші тарау 3-ші аятта қарайтын болсақ, айтады, дегенмен екі елші едәуір уақыт сол жерде болып, иеміз туралы батыл сөйлеп жүрді. Ол елшілерге кереметтер жасайтын құдіретті күш беріп, өзінің рақымдылығы туралы ізгі хабарды не істеді? Растады. Кереметтің мақсаты осы елшілер уағыздаған хабарды не істеу? Растау. Өйткені жаңағындай құр сөз түкке тұрмайды, иә. Көптеген адам айтуы мүмкін. Біреу айтады, айды 2-ге жардым деп айтады, бірақ қайда сөз? Қайда дәлел, қайда? Дәлел жоқ, иә. Солай. Мынау Құдай да осы шәкірттердің айтқан нәрсесін растау үшін оларға кереметтер жасауға мүмкіншілік берді. Жаңағы тағы да бір нәрсені ескеретін болсақ, бұл енді елшілер деп жатқанымыз Құдайдың хабаршылары ғой, Исаның хабаршылары, олар керемет жасады дедік, бір уағыздады дедік. Енді одан кейін олар не нәрсе талап етті дейтін болсақ, егер олар жалған адам болатын болса, өтіріктен шарлатан болатын болса, әдетте шарлатандар ақша талап етеді, немесе өздеріне қосымша әйел талап етеді, билік талап етеді. Ал мынау шәкірттердің өмірінен ол нәрсені көрмейміз. Иса ол нәрселерді өзіне талап еткен жоқ, жаңағындай билігін, күнәһар адамның құмарлығы Исаның өмірінде көрінген жоқ. Дәл сол сияқты мынау шәкірттердің өмірінде сол нәрсе көрінген жоқ. Ары қарай келі кітапта жаңа өсиетті оқитын болсақ, күнәһар адамға ұнайтын, күнәһар адамға тартымды болатын нәрсе ішінде жоқ, Иса айтады, менің соңымнан еретін болсаң, өзіңнен бас тарт, айқыш ағашты арқала, яғни өлімге дайын бол, соңымнан ер деп айтады. 12 шәкірті де солай Исаның соңынан ерді, сол Исаның атына жаңағындай батыл куәлік айтқан үшін көбісі өлтірілді. Мынау елшілердің, барлығы жаңағы шамамен 11-і өлтірілді. Сол. Кейін алғашқы мәсіхшілердің көбісі солай қудаланды. Шамамен алғашқы 300 жыл бойы мәсіхшілік сондай қудаланатын сенім болды. Олардың өміріндегі мынау жаңа өсиеттегі қарайтын болсақ, бағанағы құтқарылмаған адам, Құдайдан шынымен Құдайға сенбейтін адамға ұнайтын еш нәрсе жоқ.
Ал басқа андай ілімдерді қарайтын болсақ, киелі кітаптан тыс немесе киелі кітапқа сай деп өзін айтады, бірақ іс-әрекеттерін қарайтын болсақ, жаңағы мормондарды қарайтын болсақ, мормондардың айтатыны, біз жаңағыдай осы киелі кітапқа сай сенеміз дейді, бірақ киелі кітапқа қосымша біздің 4-ші кітабымыз бар дейді. Оның ішін қарайтын болсақ, киелі кітапқа қарсы шығады. Қосымша оның ішінде жаңағы негізгі адамдары өзіне байлығы бар, өзіне жаңа қосымша әйел алуы бар, жасы жетпеген қыздарды алуы бар. Сондай ол нәрсе үшін, ол нәрсеге Құдайға сенбейтін күнәһар адамға тартымды, сол нәрселерді істейді, солай. Ал бірақ елшілердің айтып жүрген нәрсесі ол емес, сондықтан олардың сол айтқан нәрсесі шынымен Құдайдан екендігін біз дұрыс түсінеміз. Өйткені бұндай жалған нәрсе үшін адам қудаланғысы келмейді. Бұлар жаңағындай өзіне пайда табу үшін қылышпен біреулерді өлтіріп жүрген жоқ еді, қайта Исаға куәгер болған үшін бұларды қудалады. Сол. Осы сол жаңағы 4-ші тарау 16-ші аятқа оралған кезде жаңағы шәкірттер арқылы анық белгі немесе керемет жасалғандығы анық болды, адамдар, сол жақтың адамдары барлығы көрді, сонымен оған қарсы ешнәрсе айта алмаймыз дейді. Сол. Оған қатысты қарайтын болсақ, 3-ші тарау 9-ші аят 10-ші аятта айтады, күллі жұрт оның жүріп кеткенін және Құдайды мадақтағанын көрді дейді. Олар бұның ғибадатхананың көрікті қақпасының жанында отырып, қайыр сұрайтын сал кісі екенін танып, онымен болған оқиғаға таң қалып, қатты абыржыды дейді. Жаңағы адамдар. Сол. Жаңағы бүгінгі мәтінде қарасақ, айтады, біз оған қарсы шыға алмаймыз, немесе онымен таласа алмаймыз. Ал бірақ дәл осы нәрсе жаңағы Исаның қызметінде болды. Иса көптеген кереметтер жасады, ал адамдар оған сенген жоқ. Жохан 12:37 айтады, Иса олардың көз алдарында көп кереметтер жасаса да, көпшілік оның Мәсіх екендігіне сенген жоқ дейді. Сол. — 17-ші аятты қарасақ айтады, дегенмен бұл іс халыққа одан бетер тарап кетпес үшін, бұдан былай сол есімді атап ешкімге сөйлемеңдер, олай етпеген күнде жазаға тартамыз деп қатаң тыйым салайық десті дейді. Сол. Мынау тіпті осы билік басындағы отқан адамдарда, осы Құдайдың сөзі ары қарай тарап кетуінің мүмкіншілігі бар екендігін түсініп отыр. Өйткені осыған дейін 3000 адам келді, кейін олардың саны 5000 адамға дейін жетті деп айтады, ер адамға, ал оған қосымша жас балалар мен немесе қосымша әйел кісілерді есептеген кезде мүмкін 10 000-ға дейін жетіп қалады Иерусалимде. Ол деген ізгі хабардың өте тез таралып жатқанның белгісі, Сол. 6-ші тарау 7-ші аятта айтады, осылай Құдайдың сөзі кеңінен тарап, Иерусалимде Мәсіхтің жолын қуушы шәкірттердің саны көбейе берді. Діни қызметкерлердің үлкен бір тобы да Мәсіхке мойынсұнып сене бастады дейді. Бұл енді 6-ші тараудан оқып жатырмын ғой, бірақ осы сөз, жаңағы осындай ой осы кітапта әннің қайырмасы сияқты қайталана береді. Құдайдың сөзі кеңінен тарады, ізгі хабар уағыздала берді, адамдар көбісі сене берді дейді. Сол. Осы діни қызметшілер, діни басшылар содан қорықты. Мысалы 12:24-те айтады, ал Құдайдың сөзі кеңінен тарап, сенушілердің саны өсе берді дейді. Ол сіздерге келтірген бірнеше ғана мысал. Сол.
И олардың шешімі айтады, айтады, бұдан былай сол есімді атап ешкімге сөйлемеңдер деп ескертейік дейді. И бұл есім қандай есім? Бұл есім Иса. Олар тіпті ол есімді айтқысы да келген жоқ. Мүмкін қорықты, мүмкін жақтырмады, жаңағыдай жек көрді, сол. Алайда мынау елшілердің істері осы есімдің өте маңызды екендігін қайта-қайта айтады, Жаңағы бағанағы сал кісіні сауықтырған кезде Петр айтады, менде күміс пен алтын жоқ, дегенмен саған барымды беремін. Назареттік Исаның атынан, есімімен айтамын. Орныңнан тұрып, жүріп кет деді. И соның нәтижесінде ол күш бітіп жүріп кетеді. Кейін 4-ші тарау 10-шы аятта жаңағы адамдар олардан сұрайды, ендеше бәріңізде біліп алыңыздар, бүкіл Исраил халқына да мәлім болсын. Сіздер айқышқа шегелетіп өлтірткен, ал Құдай өлімнен қайта тірілткен Назареттік Иса Мәсіхтің атынан мына кісі сауғып қарсы алдарыңызда тұр. Қайтадан осы Исаның атынан сауықты дейді. Соның атынан келген құдірет екендігін айтып жатыр, осы жақта. Ал жаңағы адамдар олардан сұраған етін, кімнің билігімен оны сауықтырып жатсыңдар деген кезде Петрдің жауабы осы болатын. Сол. И жаңа 12-ші аятта да айтады, Петрдің сөзі, Исадан басқа ешкім де бізді Құдайдың қаһарынан құтқара алмайды. Аспан астында бізді құтқаратын басқа ешкімнің, не дейді? Есімі адамдарға бұйырылмаған дейді. Сондықтан осы діни қызметкерлерді Исаның есімін жақтырған жоқ, қалаған жоқ, мүмкін қорықты, и оның ары қарай тарап кеткенін қаламады. Сондықтан соны ескертіп, қатаң тыйым салайық деп шешім қабылдады. Сол. Кейін 18-ші аятты оқитын болсақ, айтады. Әлгілерді шақырып алып, оларға Исаның атымен ешқандай уағыз айтпаңдар да, тәлім бермеңдер де деп тыйым салды дейді. Жаңағы соңғы олардың бұйрығы. Оларға тыйым салып жатыр, бұйрық беріп жатыр. Оларға Исаның атынан ешқандай уағыз, ешқандай тәлім айтпауға тыйым салды. И олардың жаңа стратегиясын көретін болсақ, қорқыту. Егер Исаға уағыздайтын болсаңдар, жаңағы салдары болады дегенде, қорқытып жатыр. Бірақ жаңағы елшілер кейін нәтижесінде қарайтын болсақ, қорыққан жоқ, сол. И солай. Осы жақта 15-ші аяттан 18-ші аятқа шейін көретін болсақ, осы елшілердің куәлігі, табандылықпен сипатталды. Соның нәтижесінде тіпті осы бас діни қызметкерлер, жоғарғы кеңес, елдің басқарушылардың өздері жиналып, соларға тоқтатқысы келді, тыйым салғысы келді. Сол. И осындай табанды сипат біздің өмірімізде де болсын, Иса Мәсіхке деген, Иса Мәсіхтің есімін күнделікті өмірімізде жаңағы достарымыз, таныстарымыз, әріптестеріміздің арасында біз жеткізе білейік, Соған Құдай бізге даналық берсін. Сол. Жаңағындай бір маңызды емес әңгімені қайталап айтып адамды мазалағандай емес, бірақ ол шынымен де жақсы Құдайдың хош иісі сияқты Исаның хабарын жеткізе білейік. Сол. Кейін 3-ші сипатын көретін болсақ, батыл куәліктің, ол келтапқа сай куәліктің шынайы мойынсұнушылықпен сипатталады, Айтады 19-ші аят.
бірақ Петр мен Жохан оларға Құдайды емес, сіздерді тыңдау оның алдында жөн болар ма екен? Мұны өздеріңіз ойлап көріңіздерші. Ал біз көріп естігендеріміз туралы үнсіз қала алмаймыз деп жауап берді. Жоғарғы кеңес болған оқиғаға бола Құдайды дәріптеп жүрген халықты ескеріп, екі елшінің жазалаудың ретін таппай, оларды қорқыта түсіп жөндеріне жіберді дейді. Сол. Петр мен Жоханның жауабы қандай? Мойынсұнушылық. Біз сендерге емес, бірақ Құдайға мойынсұнуымыз керек. Кел кітаптағы жаңағындай бұйрық бар, билік басындағы кісілерге мойынсұныңыздар деген бұйрық бар. Ол жаңа римдіктерге арналған хатта бар. Билікті Құдай өзі орнатқандығын айтады. Жаңағы 13-ші тарау 1-ші аят. Әрқайсы мемлекеттік билігі барларға мойынсұныңдар. Себебі мемлекеттік биліктің бәрі негізінде Құдайдан. Қазіргі билікті де Құдай орнатқан. Сондықтан билікке қарсы шыққандар Құдайдың орнатқан тәртібіне қарсы тұрады. Мұндай қарсыласқандар жазаларын тартатын болады дейді. Билеушілерден жақсылық істегендер емес, жамандық істегендер қорқуға тиіс. Билік иесінен қорықпай жүргін келсе, жақсылық істей бер, сонда одан мақтау аласың дейді. Әдетте бұл нәрсе рас болып келеді. Құдайдың осы билікті орнатуының нәтижесінде, тіпті бір жаман билік болса да, биліктің болғандығы жақсы. Анархияға қарағанда ол тоталитарный диктатура болсын, патшалық жаңағындай монархия болсын, немесе демократия болсын, қандай билік болса, Құдай өзі қаласа, соны сол елге қамтамасыз етеді. Соның болғандығы жақсы. Анархия болса, ол жаман. Адамдар сол билік әдетте қылмыскерлерді орташа есеппен жазалайды. Құдай соларды қолданады. Ал кейбір кезде билік Құдайдың сөзіне қарсы нәрселерді істеуге бұйырады. Мысалға қарайтын болсақ, батыс елдерінде айтып жатқаны андай: сендер әйел адам, мен ер адаммын десе, соны мойындау керексіңдер, немесе ер адам өзін әйел адаммын деп айтса, соны мойындау керексіңдер деп талап етеді. Немесе жас балаларды сондай жынысын ауыстыруға операция немесе дәрі ішуге рұқсат береді. Соған мысалы қарсы шығып жатыр. Сол сияқты. Мына жақта Петр мен Жохан да айтып жатыр. Сондай нәрсе Құдайдың сөзіне қарсы шыққандықтан, біз сіздерді емес, бірақ Құдайды тыңдауымыз керек деп қарсы шығып жатыр. Петр мен Жохан олардың қолында тұрған билікті түсініп жатыр. Олар мүмкін жаңағыдай Рим империясының билігі сияқты шексіз билік емес, алайда шектеулі билік болса да оларды жазалай алатын еді. Исаны өлтірген кімдер? Осылар Рим империясының күшімен Исаны өлтірді. Оны Петр мен Жохан жақында ғана көрген етін. Бірнеше ай болды, немесе бір жыл ішінде ғана болған оқиға. Сондықтан бұлар жаңағы бір ақмақ, еш нәрсені мүлдем түсінбейтін, немесе әлі еш нәрсені көрмеген, түсінбейтін жасөспірімдер емес. Исаны өлтіргенде қастарында болған кісілер. Соның өзіне қарамастан батылдықпен Құдайға мойынсұнуымыз керек деп жауап беріп жатыр. Олардың өздеріне сұрақты қойып айтып жатыр. Сол. Егер біз көне өсиеттен қарайтын болсақ, бірнеше мысал бар. Жаңағы Даниал пайғамбар кітабы 3-ші тарау 16-18 аятта. О жақта Набухадоносор деген өзіне бір мүсін жасайды, өзіне ұқсатып, соған адамдарға табыныңдар деп айтады. Алайда мынау Шадрах, Мисақ пен Абедnego деген жігіттер былай дейді:
Набухадоносорға былай деп жауап қайырды: уа патша, бұл мәселе бойынша сіздің алдыңызда қорғануымыздың қажеті жоқ. Егер лаулап жанып тұрған пешке лақтырылсақ та, ғибадат етіп жүрген Құдайымыздың бізді құтқаруға құдіреті жететі. Ол бізді сіздің қолыңыздан құтқаратын болады да. Тіпті солай болмаса да, мынаны біліп қойыңыз: уа тақсыр, сіздің тәңірлеріңізге ғибадат етпейміз де, орнатқан алтын мүсініңіздің алдында иіліп тағзым етпейміз де, деп жауап береді. Сол көне өсиеттен бір мысал. Тағы да осы Даниал кітабы 6 тара 10 аят. И о жақта да жаңағындай Даниал пайғамбарды ұстап алып, соған қарсы оны өлтіру үшін басқа адамдар патшаға үкім шығартады. Тек қана патшаға сыйынсын дегендей. Ал бірақ Даниал 6 тара 10 аятта айтады: сол бұйрықты білсе де, бұрынғыдай күніне 3 рет үйінің жоғарғы бөлмесіне көтеріліп, Иерусалимге қарай ашық тұрған терезенің алдына баратын. Сол жерде ол бұрында істегендей тізерлеп отырып сыйынатын. Құдайына мінәжат етіп, оны мадақтауын жалғастыра берді дейді. Айтады: сонда оны көре алмайтындар жиналып, Даниалдың Құдайға сыйынып рақым көрсетуін сұрап тұрғанының үстінен түсті дейді. И соны патшаға апарып жазалауға тырысады. И дәл сол сияқты жаңағы Шадрах, Мишах, Абденего және Даниалда адамға тыңдаудың орнына Құдайды тыңдауға шешім қабылдайды. И бүгінгі мәтінде елші Петр сіздерді емес, бірақ біз Құдайды тыңдауымыз керек емес па деп сұрақты олардың өздеріне қайта қояды. Сол кейін 20 аятта бір байқайтын нәрсеміз, олардың жеке өміріндегі сол тәжірибенің оларды үнсіз қалуға мүмкіндік бермейтіндігін айтып жатыр. Біз көріп естігендеріміз туралы үнсіз қала алмаймыз дейді. Исамен бірге болған уақыты, Исаның өліп қайта тірілгендігі, соны көргендіктен олар айтады: біз енді аузымызды жауып жүре алмаймыз, біз тек қана айта аламыз дейді. Сол жаңағы көне өсиетте Еремия пайғамбардың мынандай сөздері бар. Айтады: Құдайдың сөзі былай дейді: бұдан былай оның хабарын есіме алып, оның атынан сөйлемеймін десем, онда жаратқан иенің сөзі жүрегімде жанып жатқан от сияқты. Сүйегімнің ішінде қамалған шоқ іспетті болады. Оны ішімде ұстаудан қатты шаршадым. Тіпті ұстай алмаймын да дейді. Сол сияқты мынау елшілерді айтып жатыр. Біз сол көріп істегендерімізді уағыздамасақ тұра алмаймыз. Соны айтуымыз керек. Сол. Бағанағы мына жақта айтып жатыр, біздің көргендігімізді және естігендерімізді айтуымыз керек дейді. Яғни куәгер болуымыз керек. Ал Иса осы куәгер деген сөзді қолданған. Бағанағы 1:8-де маған куәгер боласыңдар. Кейін осы бүгінгі мәтінде 2 тара 32 аятта айтады: осы Исаны Құдай қайта тірілтіп алды, біз бәріміз соған куәміз дейді. Кейін 10 тарау 39-41 аяттарда қарайтын болсақ, айтады: біз Исаның Яхуди елінде және Иерусалимде істеген істерінің бәріне куәміз. Ал соңында дұшпандары оны ағашқа шегелеп іліп өлтірді. Алайда 3-ші күні Құдай Исаны қайта тірілтіп алып, бүкіл халыққа емес, өзі куә болуға алдын ала таңдап алған біздерге көрсетті. Иса өлімнен қайта тірілгеннен кейін біз онымен дастарқандас болып бірге ішіп жедік дейді. Соған олар куәлік айтуы керек еді. Соны айтпасақ біз тұра алмаймыз деп жатыр. Сол. Нәтижесінде не болды? Жоғарғы кеңес болған оқиғаға болай,
Құдайды дәріптеп жүрген халықты ескеріп, екі елшіні жазалаудың ретін таппай, оларды қорқыта түсіп, жөндеріне жіберді. Оларды қалай жазалай алатын еді? Қамаққа ала алатын еді, андай дүре соқтыра алатын еді. Егер қоймай жатса, бағанағы Исаны қалай өлтіртсе, дәл солай өлтірте алатын еді, егер қаласа. Бірақ олар халықтан қорықты. Көпшілік олардың істеген жаңағындай іс-әрекет арқылы Құдайды мадақтап жатқанын көргендіктен қорқып, еш іс-әрекет қабылдаған жоқ дейді. Сол. Олар өзінің сол саяси билігінен айырылып қалуға қорқыты. Сол. Мынау 22-ші аятта айтады. Себебі көп жылғы ауруынан сауып кереметті басынан кешірген кісінің жасы 40-тан асып кеткен еді дейді. Сол. Оның сонда туылғаннан бастап сал ғой. Сонда 40 жылдан астам ол кісі ауру болды. Сондықтан оның сауыққаны да әдеттен тыс керемет. Олар танымайтын біреу емес, бірақ танитын кісі. Сондықтан оны ешкім жоққа шығара алмайтын еді. Ол жайлы 3-ші тарау 2-ші аятта айтады, туылғаннан бері сал екендігін. Сондықтан олар содан қорықты. Сол. Сомен осы бүгін көретініміз, жаңа батыл куәлік қалай сипатталады, оның айқын өзгерген өмірмен сипатталады, жаңағыдай жеңісті табандылықпен сипатталады, шынайы мойынсұнушылықпен сипатталады. Сол. Осы мәтіннен тағы жаңағыдай бір сабақ алатынымыз, Құдай сөзін уағыздасақ, Құдай сөзінің қарсылық тудырады. Исаның өзі айтып кетті. Жохан жазған ізгі хабар 15-ші тарау 18-20 аяттарда. Күнәкар дүние сендерді жек көрсе, оның сендерден бұрын мені жек көргенін біліңдер. Егер де осы дүниелік болсаңдар, ол сендерді өз адамдар ретінде жақсы көрер еді. Бірақ осы дүниелік емессіңдер. Керісінше, мен сендерді күнәкар дүниенің ішінен таңдап, айырып алдым. Сондықтан да ол сендерді жек көреді. Мына айтқан сөзім естеріңде болсын. Қызметшінің жолы қожайыннан үлкен емес. Күнәкарлар мені қудаласа, сендерді де қудалайды. Олар менің сөзімді, ұстанды ма? Жоқ, ендеше сендердің сөздеріңді де ұстанбайтын болады дейді. Сол. Сондықтан ізгі хабарға осындай қарсылық туындайды. Тағы Петрдің бұрынғы қорқақтығы мен кейінгі батылдығы ненің нәтижесі? Ол келі рухтың күш беретіндігі, батылдық беретіндігінің нәтижесі. Ол елшілердің істері 1:8. Келі рух келеді, құдіретті қабылдайсыңдар дейді. Кейін жаңағы мынау кереметтер елшілердің билігін растады. Ол жаңағындай кез келген қарапайым адамға берілген жоқ, бірақ осы елшілерге берілді. Еврейлерге арналған хат 2-ші тарау 3-ші аят. Егер біз осындай керемет құтқарылуды елемесек, онда жазадан қалай құтылмақпыз? Осы құтқарылуды алғашқыда иеміздің өзі паш еткен еді. Оны өз құлақтарымен естіген куәгерлер, яғни елшілер, бірінші сол ұрпақ куәгерлер, кейін соған бізді де өзімізді жеткізді дейді. Қалай? Құдай өзінің құдіретін көрсетіп, түрлі таңғаларлық кереметтер мен ғажайып істер жасау арқылы, және келі рухтың өз еркіне сай әркімге үлестіріп берген түрлі рухани дарындар арқылы да осы ізгі хабарды растады. Сол, осы кереметтер арқылы, алғашқы елшілер арқылы растады. Сол, сондықтан ол кереметтер сол заманға сай болып табылатын. Соңғы нәрсе, ізгі хабарды тоқтатуға мүмкін емес. Ол Құдайдың ісі болғандықтан, бағанағы оқыған аяттар
айтады: осылай Құдайдың сөзі кеңінен тарап, Иерусалимде Мәсіхтің жолын қуушы шәкірттерінің саны көбейе берді дейді. Сол. Тіпті діни қызметкерлердің үлкен бір тобы да Мәсіхке мойынсұнып сене бастады дейді. Кейін 12:24 осы ойды айтады, ал Құдайдың сөзі кеңінен тарап, сенушілердің саны өсе берді. Солай. Сондықтан осы нәрселерді есте сақтайық, біздің куәлігіміз батыл болсын, сол арқылы Исаның есімі уағыздалсын, мадақталсын. Иә. Аумин. Микрофон енді сіздерде. Егер сұрақтарыңыз болса, немесе келіспесеңіз, немесе өз бақылауларыңыз болса, бөліссеңіз болады. Жақсы. Онда сұрақтар жоқ болса, мен записті тоқтатайын.